Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерді шын жүректен менің тегін 3 күндік курсыма тіркелгендеріңізбен құттықтаймын. Егер сіз осы сабақты көріп отырған болсаңыз, сіз сәтті тіркелдіңіз деген сөз. Енді бұл сабақта сіздер осы аптадан бастап искусственный интеллект арқылы 100.000 плюс табысты оңай табудың 3 тексерілген жолымен сізбен бөлісетін боламын. Бұл видеода сіз еш опытсыз, көп ақша салмай-ақ тез бастап кеткісі келетін жандарға күшті лайфхактар берілетін болады. Менің есімім Лаура Леспек, мен 6 жылдан бері қыздарға SMM-ді үйретіп келе жатқан экспертпін. Өзім 2019 жылы өзімнің жолымды осы саладан бастаған болатынмын. 5-6 проектпен айналысып, оның ішінде Jo, KZ, мықты домбыра мектептері, Сабира Бибатыр секілді проекттерім болған. Одан кейін өзімнің блогымды дамытып, қыздарға Қазақстанға ең алғашқылардың бірі болып, SMM-ді үйрете бастадым. Менің оқушыларым 0-ден бастап 1-2 аптаның ішінде алғашқы клиентін тауып, олардан предоплаталарын алып, бірден өздерінің SMM-дегі жолдарын бастап жатады. Ал бүгін мен сіздерге осы қазіргі енді заманның тренді, мен 2020 жылдан бастап ИИ-ді SMM-ді үйретіп келдім. Ал енді осы 2025-те бізде қазір искусственный интеллект деген дүние жаңа толқын болып маркетингке, жалпы әлемге келіп жатыр. Енді дәл қазір, дәл осы күннен бастап искусственный интеллектті өзінің жұмысында пайдаланатын, осымен табыс табатын мамандар мықты сұранысқа ие бола бастайды. Кезінде 2019-да трендті бірден көре алған мен, енді алдағы 5 жылдықтың тренді осы ИИ болатынын открыто заявлять ете аламын. Қазір енді мен сіздерге осы алдағы уақытта тренд болатын ИИ-дан қалай ақша табуға болатынын айтып өтейін. ИИ ол бірнеше мамандықтың орнын басып, бірақ адамды жұмыссыз қалдыруда. Шын мәнінде қазір ИИ ол монтажердің жұмысын жасап жатыр. Тіпті менің күйеуім стоматолог, Америкада қазір роботтар адамдардың тісін емдеп жатыр екен. Ал біздің реальностьта қазір искусственный интеллектпен прогрефте жазуға болады, фото анимация жасауға болады. Қазір фотосессия жасаудың да қажеті жоқ болып жатыр. Нарықта қазір искусственный интеллект мамандарына сұраныс өте көп. Менің өзім 1-2 материалымды салсам болды, Лаура, маған да осылай жасайтын оқушыларыңды жіберші дейді. Ал менде әзірге ондай оқушылар жоқ. Үшінші, ол ең оңайы, артық ештеңенің көмегінсіз тек телефон арқылы искусственный интеллектті меңгеріп алуға болады. Сізге ноутбук, компьютер, макбук деген дүние қажет емес. Себебі бүкіл искусственный интеллекттің приложениелері біздің Apple телефонымыздың ішінде бар. Искусственный интеллект нарығы күннен күнге өсуде. Ал 2025 жылы осы жаққа кіріп үлгерген жандар алдағы 5 жылдықта өте үлкен сұранысқа ие болатын маман болады. Искусственный интеллект адамның орнын баспайды, қарапайым адамның орнын басады. Яғни қарапайым өзін барлық қолмен жасап жүрген адамдар бірте-бірте сұраныстан кетеді. Егер сіз өзіңіздің өміріңізде жұмысыңызды жеңілдететін искусственный интеллектті меңгерсеңіз, сіз бірден бір бизнесменнің бірнеше жағынан проблемасын шешесіз. Оған фотосессия жасаудың, прогрефке бөлек маман алудың, тағы жасаудың қажеті жоқ та. Егер сіз бір өзіңіз сол нәрселерді искусственный интеллекттің көмегімен тез жасай алатын болсаңыз, әрине кез келген бизнесменге сіздің өзіңізді ала салу ыңғайлырақ. Бүгінгі сабақтан сіздер қазір не білесіздер? Дәл қазір сұраныстағы 3 түрлі ИИ мамандық қандай? Осы мамандықтардың жұмыстарына неше теңге төленеді? Және еш опыт болмаса да бұл мамандықты қалай тез меңгеріп алуға болады? Кеттік енді бірдестен біз сіздермен осы ИИ услугаларға өтейік. Ең бірінші ИИ услуга ол ИИ фотосессия. Яғни искусственный интеллектпен фотосессия жасауға болады. Оны телефонмен 5 минутта жасалатын студия деңгейіндегі фотолар деп есептейміз. Блогер, эксперт брендтерге керек. Қазір блогерлер мыңдаған ақшаларын жұмсап, иллюстрациялармен, фотографты жалдап, как минимум бір сондай күшті фотосессия үшін 500 000 теңге шығын кетеді да. Ал ИИ-дің көмегімен қазір тіпті сізді акуланың қасына да тұрғызып қоюға болады. Міне именно осы услуга ИИ фотосессия деп аталады. Инстаграмда, маркетингте аса сұранысқа ие. Сіздің клиенттеріңіз блогерлер, эксперттер болады. Яғни бұл жерде портретный фотосессия жасау
жасауға болады студияда, лайфстайл, брендтердің оформлениесін жасауға болады. Там бір блогерді Парижде Эйфелевая башняның қасында тұруға болады, немесе әртүрлі косметика брендтеріне күшті фотосессия жасауға болады. Яғни фотограф, стилистің көмегінсіз 1 сағатта дайын болатын 100 образ. Қараңызшы, ИИ фотосессия үшін енді қанша теңге төлейді? Орташа чек бір фотосессия үшін 30-50 мың теңге. Яғни бір клиенттен тұрақты түрде сізге бірнеше заказ түседі. Бір кезде клиент мысалы Парижде болғысы келеді. Енді бір кезде клиентке студийный фотосессия керек. Енді бір кезде клиентке мысалға алдындағы мен секілді тұсаукесердің фотосессиясы керек. Дәл солай сіз бір мықты клиентке бір күшті жасап берсеңіз жұмысты, ол сізге қайта-қайта келе беретін болады. Бір уақытта бірнеше клиент алуға болады. Сіздің 1 сағат уақытыңыз кетеді. Екінші услуга рилсқа арналған жасанды искусственный интеллекттің видеолары. Яғни жасанды ИИ видеолар қазір сатып алуға дайын тренд. Бұл сіздің образыңызда жасалатын қысқаша видео, Reels, Stories, презентация, рекламный видеоларға керек. Блогерлер, эксперттер, кәсіпкерлер, онлайн мектептер, түрлі брендтер, косметический бренд, там спортивный бренд сіздерден осындай видеоларды сатып алатын болады. Ал енді оған қандай мысалдар жатады? Өзіңізді түсірмей ақ, немесе жаңағыдай аяқ киімді түсірмей ақ, кез келген видеоға озвучка жасауға болады, реклама, Reels видеоларын түсіруге болады. Клиентіңізде вау-эффект тудырады, и ондай контент қазір өте үлкен көп охват жинайды. Жасанды ИИ видеоларға осындай қанша ақша төлейді? Бір видео үшін в среднем қазір Қазақстанда 30 мың, 50 мың теңге төлейді. Тек бір ғана емес, 5-10 видеоға бірден заказ түсуі мүмкін. Немесе сізге бірден 10 рилсқа заказ түседі. Сонда ойлаңызшы, 10 рилс жасап, сіз 50 мың теңгеден 500 мың теңге табыс таба аласыз. Видеоны сізге ешқандай камерамен, телефонмен, ештеңемен түсірмейсіз. Сіз дайын видеолардан тек дұрыс искусственный интеллектті пайдаланып, оған дұрыс промпт беріп, оған техническое задание берсеңіз, өзі дайындап береді. Келесі үшінші услуга ол трендтегі ИИ эффекттер. Яғни трендтегі ИИ эффекттер дегеніміз не? Және оған не үшін төлейді? ИИ искусственный эффекттер, это вау-эффект қой. Анау мысалға алады да артыңда бірдеңе жарылып кетеді, немесе үлкен дәу шардың үстінде бір үлкен күшті умывашка келе жатады деген секілді, андай адамның миына сыймайтын вау-эффект тудыратын видеоларды да осы ИИ жасайды. Көп охват жинайтын актуальный видеолар бұлар. Reels, TikTok, Shortsқа салуға болады бірнеше платформаға. Кәсіпкерлер мен блогерлерге, бизнес аккаунттарға керек. Трендтегі эффектке мысалдар 3D анимациялар, тірі фото, қозғалған эффекттер, эмоция тудырады и интернетте көп таралады. Қазір даже анау TikTokта жүрген апалар бар ғой, апалар, кішкентай балалар, сөйлеп жататын. Міне солардың барлығы осы ИИ. Ал енді осындай трендтегі эффекттегі видеоларға неше төлейді? Бір видео үшін 5 мың мен 40 мыңның аралығында. Яғни бірнеше серия қылып, бірден сізге заказ береді, и подписчик жинауға бұл өте күшті көмектеседі. Менің өзім оны тестировать етудемін. Менің страницамда ондай видеолар өте жақсы охват жинауда. Бұл услугалар осы мынау ИИ деген айсбергтің тек басы ғана да, айына 500 мың плюс табыс әкелетін мамандықтар да бар. Потому что сіз осы главный ең базасын меңгерсеңіз, сосын сіз уже одан биік деңгейге көтеріле бересіз, және сіздің соответственно услугаңызда қымбаттай түседі. Ал енді қалай осы видеоларды жасап үйренуге болады? Сол мамандықтың қалай біз иесі атана аламыз деген сұрақтар қазір сізді қызықтырып отыратын болса, мен осы туралы бір күн емес, 1 сағат емес, 3 күндік тегін курс дайындап қойдым. Сол 3 күндік тегін сабағымда мен сіздерге толығымен осы искусственный интеллект арқылы нөлден бастап айына 500 мың теңге табыс табудың жолын пошагово көрсетем. Өзім телефонмен сіздерге қалай жасау керек примерлерін көрсетем. Вот уәде. Келіңіздер, сіздер осы 3 күннің ішінде нақты қадамдармен қалай искусственный интеллекттің маманы болуға болатынын үйренесіз. Нақты қажетті қабілеттер алғашқы аптада ақ түсінесіз. Сізге ешқандай да айтишник болудың қажет емес, компьютерді білуіңіз қажет емес. Сізге просто ештеңе білудің де қажеті жоқ. Кәдімгідей сіз мысалға аласыз да, бірме-бір көрсетілген инструкция арқылы тізіні дұрыс беріп жасап үйренесіз. Нөлден бастайтын адамдарға арналады. Искусственный интеллект қиын емес.
Ол наоборот адамның өмірін жеңілдету үшін арналған құрал. Оны тек жастар меңгере алмайды емес. Наоборот, сіз үйіңізде баламен отырсаңыз, немесе қосымша жұмысыңыз болса, барлығын бұрында СММщиктер қолмен жасаса, қазір искусственный интеллекттің көмегімен қолмен жасайтын бұрынғы монотонный жұмыстарды 5-10 минутта ИИ-мен жасауға болады. Мен сіздердің осылай өмірлеріңізді жеңілдеткім келеді. Ал енді біздің 3 күндік тегін сабағымыздың программасы қандай? Бірінші күнде мен сіздерді толығымен ИИ-мен таныстырамын. ИИ дегеніміз не? Ол үшін не керек? 5 минут ішінде қалай фото, видео, прогрев жаза аламыз, текст дайындай аламыз. Және бүгіннен бастап қандай услугаларды дәл сізге сата беруге болады. Осыны үйренесіз, и сол услуганы сатып бастайсыз. Екінші күні 0-ден бастап айына 500 000 теңге табудың дайын жоспары. Яғни опытсыз бастай беруге болатын топ-5 ИИ услугасымен таныстырамын. Новичоктың 0-ден бастап тұрақты табысқа жету жолын пошагово көрсетемін. И қалай SMM ИИ болуға болатынын үйретемін. Үшінші күнінде біз 7 күнде алғашқы клиентті табу деген сабақты беремін. Яғни клиент табудың 7 жолын көрсетемін. Алғашқы аптаға дайын жоспар, прям не істеу керек екеніңізді қадам-қадаммен айтамын. Және сатуға деген қорқынышты қалай жеңуге болатынын өз примерімде көрсетемін. Ештеңе жоспарламай алдағы 3 күнде фокусты өзіңізге қойыңызшы. Сіз осы 3 күнде адамдар 3 жылдап келетін результатқа жете аласыз. Және алдағы уақытта 5 жыл как минимум трендте болатын и бүкіл сұранысқа енді еніп жатқан кезде сіз уже осы сфераны меңгеріп, осы жақтан алғашқы табысыңызды табасыз. Алғашқы күнгі сабақ сілтемесі сабақ басталардан 1 сағат бұрын сізге жіберіледі. Игнорить етпей, кейін кіремін демей, бірден кіріп дайын отырыңыз. И алдағы уақытта ИИ арқылы табыс табуға дайын болыңыз. Сабақта кездескенше, бүгінгі сабақта сіздерді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Келесі кездескенше сау!